түрлі азық-түліктің қаптамаларынан келесідей жазуларды жиі кездестірген боларсыздар. Ақуыз, майлар, көмірсулар. Бұл жасушаның органикалық заттары. Жердегі тіршіліктің күрделілігіне қарамастан, барлық тірі ағзаларда табылатын үлкен молекулаларды небәрі 4 классқа біріктіруге болады. Берілген әр кластың өкілдері алып, тізбек тәрізді молекулалар болып келеді, және оларды полимерлер деп атайды. Поли қосымшасы грек тілінен аударғанда көп деген мағынаны білдіреді, ал полимер дегеніміз өзара коваленттік байланыс арқылы байланысқан бірдей құрылымдық бөліктерден құралған үлкен молекула. Полимерді құрайтын құрылымдық бөліктер өз кезегінде мономер деп аталады. Моно грек тілінен аударғанда жалғыз деген мағынаны білдіреді. Яғни мономер дегеніміз полимердің қайталанатын бөліктері болып табылатын кішкене молекулалар. Әртүрлі полимерлер әртүрлі мономерлерден құралғандығына қарамастан, мономерлерден полимерлер жасайтын және полимерлерді мономерлерге дейін ыдырататын механизмдер бәріне ортақ бірдей болып табылады. Мономерден полимер түзу процесін дегидратация немесе конденсация деп атайды. Гидро грек тілінен аударғанда су, ал Т қосымшасы қарсылық мәнді білдіреді, яғни дегидратация дегеніміз судан арылу процесі. Бұл процесс барысында мономерлер арасында коваленттік байланыс түзіледі. Және су молекуласы бөлінеді. Қысқа полимер және байланыспаған мономерді елестетейік. Олардың өзара байланысуы нәтижесінде бірінші молекуладан сутек атомы, екінші молекуладан гидроксил тобы, яғни OH атомдар тобы қосылу нәтижесінде су молекуласы бөлініп шығады және ұзын полимер түзіледі. Полимерлердің мономерлерге ыдырау процесі гидролиз деп аталады. Берілген процесс дегидратация процесіне кері процесс болып табылады, яғни оның барысында су молекуласы бөлінбейді, керісінше қосылады және коваленттік байланыс үзіледі. Графикалық түрде бейнелейтін болсақ, оның алдында түзілген ұзын полимерді елестетейік, және оған суды қосудың нәтижесінде бізде қысқа полимер және байланыспаған мономер түзіледі. Су молекуласының құрамындағы сутек бір мономерге және гидроксил тобы екінші мономерге қосылу нәтижесінде коваленттік байланыс үзіліп, полимер мономерге дейін ыдырайды. Гидролиз және дегидратация процестердің мысалы ретінде ас қорыту жүйесін қарастыруға болады. Тамақтың құрамындағы органикалық заттардың мөлшері тым үлкен, сондықтан да олар жасушаларға ене алмайды. Нәтижесінде ас қорыту жүйесіндегі түрлі ферменттер полимерлерге шабуыл жасап, оларды жасушаларға ене алатын мономерлерге дейін ыдыратады.
Осылайша органикалық заттар қан мен жасушаларға тарайды, және осы жасушалардың ішінде керісінше дегидратация процесі арқылы олар өзге полимерлерге бірге алады.